Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға дау арнасы бүгін үй жағдайында ұйқы безі ауруын емдеудің 4 тәсілін бөлісетін боламын. Бойыңызды дендеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды, емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диетада ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны. Ауруыңыздан әп-сәтте айығасыз. Ұйқы безі ауруының белгілері. Оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сізді осы мәселелер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда біз ұсынған мына емді жасап көріңіз. Аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мг қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымынан күні бойы ішесіз. Сұлы ботқасы немесе каша. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнап шыққан соңғы жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнату керек. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізіңіз. Ескерту: ботқаға май да, тұз да, қант та қосуға болмайды. Лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақжелкен қажет. Ұйқы безінен біржолата құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. 1 келкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Қарақұмық немесе гречка. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы айранға бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан. Құрметті көрермен, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар, құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.